Сәлеметсіздер ме оқушылар, 71-ші сабақ сөз құрамы түбір мен қосымша. Бүгінгі сабақта сіздер түбір мен қосымшаны ажырата аласыздар. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжауды үйренесіздер. 27-ші жаттығу суреттерге қара. Бұл жерде бірінші суретте палуан, яғни бір ғана палуан көрсетілген, ал екінші суретте екі палуан көрсетілген. Бірінші суреттегі сөзге сұрақ қояйық. Палуан кім? Палуан. Кімдер? Палуандар. Яғни бұл жерде дар деген көптік жалғауы жалғанып тұр екен. Шаңғы, шаңғышы. Не? Шаңғы. Шаңғышы. Кім? Шаңғышы. Яғни шы деген сөз тудырушы жұрнақ жалғанып, жаңа сөз шығып тұр. Яғни заттан адамға айналып кетті. Яғни жаңа сөз пайда болды. Ережеге назар аударамыз. Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір немесе түбір сөз дейді. Мысалы, дәптер, жыл, спорт, палуан. Сөздің түбірге жалғанған бөлігін қосымша дейді. Мысалы, дәптері, жылдар, спортшы, палуандар. Түбірдің белгісі кітапта көрсетілген, осылай түбірді анықтап белгілейміз. 28-ші жаттығу тақырыбы бойынша мәтіннің не туралы екенін болжа, мәтінді тыңда. Тақырыбы шаңғы жарысында. Ертең жарыс болады. Келесі күні жарысқа қатысатындарды сапқа тұрғызған мұғалім, бүгін жарыста сендерден жаңа рекорд күтеміз деді. Жарыс басталды. Тәуке бірден алға түсті. Бірақ орта жолда Ержан Тәукені қуып жетіп қалды. Тәуке де алға ентелеп, таяқты ышқына сілтейді. Бірақ Ержан сонда да қалысатын емес. Тәукенің қасынан су етіп өте шықты. Ол алдағы тау жотасының ортан беліне жетті. Әрі қарай тырмысып өрлей бастады. Бұл кезде Тәуке де тау жотасына іліккен еді. Бірақ өзінің әлсіреп қалғанын айқын сезді. Көз алдына рекорд, рекорд деп шулаған балалар елестейді. Мәтінде не туралы айтылған? Мәтінде шаңғышылар туралы айтылған. Мәтінді өзің әрі қарай жалғастыр дейді. Мәтінді өздеріңіз әрі қарай жалғастырып көресіздер. Мысалы, мынандай нұсқа. Намысқа тырысып, бар күшін салып, алға қарай ұмтыла берді. Оған сенім артып отырған жанкүйерлері мен мұғалімінің айтқандары есіне түсіп, ерекше рух бергендей болды. Бірде Ержанның қасына су етіп өте шыққанын өзі де байқамай қалды. Мәреге сәл-ақ қалды. Тәуке жігерленіп, таяқтарымен барынша серпіп келеді. Мінекей, мәреге де жетті. Жеңіс, рекорд жаңартылды. Тәукенің қуанышында шек жоқ. Қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Сол сөздерді көшіріп жаз дейді. Қарамен жазылған бізде жарысқа, жарыс деген сөз. Не? Зат есім. Жарысқа. Қайда, яғни қа деген қосымша жалғау жалғанып тұр. 29-ші жаттығу өлеңді жатқа жаз дейді. Зуылдайды зырқырап, маңдайдан тер бұрқырап, шаңғым асар шаршамай, бір қыраттан бір қырат. Өлеңдегі қарамен жазылған сөздердің түбірін табасыздар. Маңдай түбірі, шаңғы түбірі, м қосымшасы. Қырат түбірі, тан қосымшасы. 30-ші жаттығу тәжірибе жаза. Орманшы сөзінің негізгі бөлігін қағазбен жап. Жабылмай қалған бөлігін оқып көр. Қалай ойлайсың? Бұл бөліктің жеке тұрғанда мағынасы болады ма? Яғни, орман деген сөзді жауып тастасақ, шы деген сөздің өзіндік мағынасы болмайды. Өйткені ол түбір емес, ол бізде жұрнақ. 31-ші жаттығу хабарландыруды оқы. Хабарландыру. Құрметті оқушылар, ертең 14-ші ақпан күні сағат 15:00-де мектептің акті залында Қуыршақ театрының қойылымы болады. Кіру тегін. Мектеп әкімшілігі. Сұрақтарға жауап бер дейді. Хабарландыру кімге арналған? Хабарландыру оқушыларға арналған. Хабарландыруда не туралы жазылған? Хабарландыруда Қуыршақ театры қойылымы болатыны жайлы жазылған. Қойылымның уақыты, орны нақты көрсетілген бе? Қойылымның уақыты 15:00-де, орны акті залында. Хабарландыруды жазған кім? Хабарландыруды жазған мектеп әкімшілігі.